Ассаламалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін тамыз айының 7-сі. Бүгін қысқаша шолу ақпарат болады. Лайк басып, комментария жазып, қолдау білдіруіңізді сұраймыз. Өткенде осы жерге мен азық берген болатұғым 5 сантиметр. Қарап отырсақ, шұбалшандарымыз мұна барын майдалап жатыр. Майдалап, жаңа қызу жұмыс жүріп жатыр бұл жерде. Қазір енді ашып көрейік. Мінекей. Ехе. Әне. Көрдіңіздер ма? Шұбалшанның көбеюі қалай болады екен, Бұлардың барлығы төбеге шығып жатыр. Азық төбеге шығып жатыр. Енді бұл астын қараңыздар. Асты бұның биогумус. Енді биогумус тексерейік. Биогумус қалай болады? Мысалға, осылай ашатын болсақ, қараңыздар, әне. Мен қай бір видеомда көрсеткен болатығымын. Көрдіңіздер ма? Төбесі шұбалшан, асты биогумус. Мынан асты уже, қараңыздар, престеліп уже биогумус. Таза әдем биогумус. Төбесі азық. Жаңа закрептегі қалдырып кетем. Мынаяқта шұбалшандар кәдімгідей төгіліп жатыр. Шашпа палау болыпты ғой, шашпа палау. Әне, береке деп осын айт. Жоғарға төбеге істеп қоямыз. Көрдіңіздер ма? Демек, бұл система шынында осылай жұмыс жасайды екен. Енді менің өз ойым. Жаңағы осы жерде менде бір 5 квадрат бар, бөлек жай. Осы бортты осы до конца көтере берем. 1 метрге шейін апарам, осылай биіктетіп. Сол кезде биіктетіп 1 метрге апарған кезде, оны шамамен мен қанша жобасында деп айтатын болсам, где-то бір 6 ай ма, 7 ай ма, со шама кетіп қалады. Сонда менде 5 куб биогумус болады екен. Осы шұбалшандар маған 5 куб биогумус өндіріп береді, Құдай қаласа. Соны кейін сауда істейміз, өзіміз қолданамыз, көршілерге береміз жаңағыдай. Құдай қаласа. Мына жерде де бортымыз бар. Бұл жерде де өткенде азық беріп шықтым. Бұл жерде де шұбалшандар кәдімгідей шашпа палау болып жатыр бұл жерде де. Рас екен, бұл өтірік емес екен, шұбалшанның көбеюі деп. Қазір мен кез келген жерін қарайтын болсам, осай шұбалшандар қаптап жүр осы жерлерде. Еш жаққа қашып кетпейді. Жан басына да, басқа жаққа да қашпайды. Кейде қашады, егер қатты жаңбыр болып кетсе, мысалы су тасқыны болып жаңағы, сол кезде олар қаша бастайды. Осындай ақпарат болды бүгін. Сіздерден ақыл сұрайын, егер де араларыңызда, көрерменнің арасында осы огурцы еккен адамдар болса, мен жасайын деп атқаным дұрыс па? Қараңыздар. Өткенде мынаяқта менде борт болған. Бортқа мен огурцы ектім. Олар жақсы өсіп жатыр енді. Түфай көз тимесін. Осындай мынау турник сияқты осылай істедім. Және жіптермен осылай байлап қойдым. Өз ойым осылай, бұлар төбеге қарап өседі деп ойлап жатырмын. Сосын енді қарап отырсақ, мінекей. Астынан келді да, енді мына жерде қосымша не шығып жатыр. Жаңағы қосымша бұта, основной бұтадан бөлініп шығып, мына жерде қосымша пасынық дейді. Ютубта бұл аптыста дейді біреулер аптастама дейді. Соны егер көрермендердің арасында жақсы осы қияр өсірудің профессионал кісі болатын болса, маған комментарияға соны жазсаңыз. Осыны аптастайын ба, жоқ әлде қалдырайын ба? Оны қалдырып, мысалға
мына жақтарға осай байлап осай не қылып жіберейін ба дегенім ойым. Соны жазыңыздар, білетін болсаңыздар. Енді Құдай қаласа осы жерден мол өнім алам деп ойлап жатырмын. Үйдегі бала-шаға бар, өзіміз бар, дәрісіз, химиясыз, нағыз пайдалы огурцы. Кейін бір байқағаным, мына жерде осындай не бар екен, кустарник деп айтамыз. Осы арада тұрған қиярларға көлеңке жасап, бұлардың несін, өсімін тоқтатып жіберген. Мына жерде жақсы өскен. Мына жақта көлеңке болса керек, жаңағыдай бойлар кішкентай. Сосын ар жақта күн түсетін жерде қайтадан биік жақсы өсіп тұр. Демек, бұл огурцыларға да күн көзі керек екен. Қараңыздар. Тамаша өсіп жатыр. Бұл огурцыларға барлығы жеткілікті. Енді Құдай қаласа, өнім алған кезде сіздерге көрсететін боламын. Біздің өткенде бір жыл көңіміз азынаулақ қалды. Қысқа дайындық, басқа тағы бізге бір 2 камаз ба көң керек болады екен жобамен. Ал ендеше күндеріңіз сәтті өтсін. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Әрдайым сіздер үшін қызметтеміз. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазса болады, жазса. Подписка жасаңыздар, каналымызға қолдау білдіріңіздер. Сау саламатта болыңыздар.